Жалпақтал балалар өнері мектебінің домбыра классының оқытушысы Тыныштықова Гүлбаршын Бауыржанқызы. Еңбек өтілі 5 жыл, білімі жоғары. Домбыра аспабын өскелең ұрпаққа үйретудегі мақсаты қазақ күйлерінің тарихын насихаттау және үйрету болып табылады. Осы 5 жыл ішінде Гүлбаршын Бауыржанқызы көптеген республикалық, облыстық байқауларға өзінің өнерлі шәкірттерін дайындап, жүлделі орындарға ие болған ұстаз. Сонымен қатар өзінің де алған марапаттары аз емес. Республикалық қош келдің наурыз, дала сазы, Қазақстан таланттары және де бірінші аудандық дарынды балаларға арналған көктем шуағы атты байқауларында Мұхамбетқалиева Ақторған және Кабулсикова Зарема лауреат атанып, аудан әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Республикалық қош келдің наурыз, дала сазы, Қазақстан таланттары, сондай-ақ аудан әкімінің құрмет грамотасымен марапатталды. Республикалық мен қазақпын дәстүрлі әншілер, термешілер мен күйшілердің телевизиялық мега жобасына қатысып, алғыс хатпен марапатталды. оқу жылында Ғиният Молдашев атындағы орта жалпы білім беретін мектебіндегі семинарда және облыстық педагогикалық шеберлік мектебі тақырыбындағы семинарда, сонымен қатар 2018-2019 оқу жылына арналған аудандық Тамыз мәслихатының эстетикалық пәндері бойынша музыка пәнінің секция отырысында ақ сиса тақырыбында шеберлік сағатын өткізді. Аудандық мәдениет бөлімінің Нас Қоңыр фольклорлық ансамблінің белді домбырашысы.